Кедейліктің жібін үзгің келсе, таңда ұйықтама. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Аллахумма барик ли уммати фи букуриха, менің үмметімнің таңына береке бер дейді. Таңда береке бар. Таң намазынан кейін бе, немесе жалпы таңда ұйықтамай біз әрекет ететін болсақ, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның осы берекетіне бөленеміз. Бұл діни мәтіннен бөлек адамдардың тәжірибесінде де олардың жетістікке жетуіне осы таңда ұйықтамай Алланың ризық несібесін іздеуі олардың жетістікке жетуіне себепші болған. Пайғамбарымыз да бір істі бастаған кезде күннің алғашқы бөлігінде бастайтын. Тіпті хадистерде сол саудамен айналысып, таң кезінде саудамен айналысқан Сахыр дейтін сахаба жайлы пайғамбарымыз айтып, кейін оның сол таңда бастаған ісіменен дәулеті тасып жетістікке жеткені жайлы айтылады. Сондықтан таңның берекеті бұл адамның өміріне, ризығына береке береді. Сол үшін таңда біз көбіне ұйықтамай, Алладан береке тілеп, әрекет ететін болсақ, Алла берекесін береді.